Түсімде де жүрсің ғой, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер, аппақ гүлдер осыма. Үй гүлдері бөлмелер мен кеңселерді безендіріп қана қоймай, ауаға оттегін бөлер. Сонымен қатар зиянды ауаның барлығын өзіне сіңіріп, депрессия мен суық тиюден қорғайды. Ал олардың тағы қандай сыры бар, бүгін білейік. Сіз білесіз бе, орхидея сұранысқа ие гүлдердің көшін бастайды. Дегенмен ол ерекше күтім мен баптауды қажет ететін гүл. Орхидеяның шамамен 20-25 мың түрі бар. Бұл гүлді жылдың кез келген уақытында таба аласыз. Гүлдерді әйел бақыты, еркек бақыты, ана жүрегі, ененің тілі, доллар ағашы деп бөлеміз. Асылында әр гүлдің атауы бар. Мәселен, әйел бақыты спатифилиум, еркек бақыты антриум деп аталады. Гузмания. Это вот такой вот. Гузмания гүлі. Оның да түрлері бар. Қызылы, сарысы, қызғылты, күлгіні. Сонымен қатар, оны ана жүрегі деп атайды. Ал негізінде бұл гүлдің атауы гузмания. Әреде болуы қажет гүлдің бірі алоэ. Ол суық тигенде де жараны емдеуге де көмектеседі. Ал алоэ шырыны қыжыл, қызыл ектің ауруына шипа екен. Айтпақшы, ол косметикалық мақсатта қолданылатынын айта кеткен жөн. Аса күтімді қажет етпейтін гүл қайсы екенін білесіз бе? Самый неприхотливый, в принципе, это, наверное, замиокулькас. Ерекше күтімсіз ақ өсе беретін гүл доллар ағашы, замиокулькас. Айына бір мәрте ғана су құйсаңыз жеткілікті. Оны солып қалады деп еш уайымдамайсыз. Ал қай гүлдің күнді сүйіп қайсысы жарықты ұнатпайтынын білесіз бе? Оларды ажырату оп-оңай екен. Те, которые любят солнце. Гүлдің жапырағына мән беріңіз. Егер ол ашық түсті болса, демек күнді сүйеді. Ал егер қанық түсті жапырақ болса, оны күннің көзіне қоюдың қажеті жоқ. Осылайша ажыратамыз. Мысалы, драцена гүлінің екі түрі бар. Бірінің жапырағы мынандай, ал екіншісі міне. Демек, мынаны күнге қойсақ, мынаны жарыққа қойдың қажеті жоқ. Сұлулықтың, әсемдіктің белгісі гүл дейміз. Олай болса, бөлмеңізде, өзіңізде гүлдей жайнап жүріңіз.